Сәлеметсіздер ме, екінші қыз сынып оқушылары? Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін біз қашықтықтан оқыту онлайн сабағымызды бастаймыз. Пәніміздің аты әдебиеттік оқу. Тараудың аты қоршаған орта. Тақырыбы жыл мезгілдері. 79-80 бет. Оқу мақсаты: мұғалімнің көмегімен шығармадағы көркемдегіш құралдарды, теңеу, кейіптеуді табу. Сұраққа жауапты анықтамалық кітаптардан, жинақтардан, сөздіктерден табу және ақпаратты берілген үлгі кестеге салу. Мына суретке қарайық, оқушылар. Сіздер бұл суретте не бейнеленгенін көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде жыл мезгілдері бейнеленген. Оң жақ жоғарғы тұсында қай мезгіл бейнеленген? Дұрыс айтасыздар, балдар. Ол жақта күн жарқырап, ағаштар бүршік атып, және көбелектер ұшып жүр. Оның төменінде қай мезгіл бейнеленген? Балалар, дұрыс айтасыздар. Себебі ағашта жеміс-жидектер, айналасында құстар ұшып жүр. Одан кейінгі суретте ненің бейнесін көріп тұрсыңдар? Әрине, дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл күздің бейнесі. Себебі жапырақтары сарғайып, жерге түсіп жатыр. Жемістерді теріп алынған. Сол жақ жоғарыдағы суретте ненің бейнесін көріп тұрсыздар? Бұнда қыс мезгілі бейнеленген. Себебі қыста ағаштың жапырақтарының бәрі түсіп, суыққа тоңбайтын құстар келе бастайды. Жоғарыда күн болып, қар жауып тұр. Ал күніміздің түрі көрінбейді. Ендеше келесі суретімізге қарайық. Бұл жерде жыл мезгілдерін сызба арқылы көрсетіп қойған. Біз алдындағы суретте жылдың 4 мезгілі бар екенін білдік. Ал енді әр мезгілдің ішіндегі ай аттарын білетін боламыз. Мысалы, көктем мезгілінде 3 ай болады екен. Аттары қандай екен? Дұрыс айтасыңдар. Наурыз, сәуір, мамыр. Ал жаз мезгілінде? Дұрыс айтасыңдар. Маусым, шілде және тамыз. Күз мезгілінде де 3 айымыз бар екен. Дұрыс айтасыңдар. Қыркүйек, қазан, қараша. Қыс мезгілінде де 3 айымыз бар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары. Келесі суретте қызығушылықты ояту. Осы сұрақтарға жауап беріп, бір сергіп алайық. Бір жылда неше мезгіл бар? Мезгілдерді атаңдар. Қазір қандай мезгіл? Күз айлары қандай? Күзден кейін қандай мезгіл? Жыл мезгілдері. Ертегі. Ғасыр бабаның жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жыл 4 перзент сүйіпті. 2-і ұл және 2-і қыз. Үлкен қыз шатақ мінезді, десе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын, қиқар болыпты. Содырлау болғанымен, әкесі оны бір беткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі, көктем жұрттан асқан көрікті. Жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса шын жүрегімен қабылдайтын. Сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі жақсы көреді екен. Ал үшіншісі, жаз әпкесіне қарағанда ашық жарқын. Жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса көмейі көрінетін, адалдығымен,
таңғы шықтай мөлдір пәктігімен көпке ұнапты. Ал ең кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге бола ренжіп, бұртиып, қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тыя алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де, күзді жомарттығы мен ақ көңілдігі үшін бәрі де ұнатыпты. Қалай оқушылар, сіздерге бейне ертегіміз ұнады ма?